Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев белгілі бір ұйым емес, қоғамдық саяси күштер коалициясы атынан сайлауға қатысатынын мәлімдеді. Және мемлекет басшысы ретінде президент сайлауының әділ әрі ашық өтетініне кепілдік береміз деді. Айта кетейін, бүгін бірнеше ұйым Қасым-Жомарт Тоқаевты алдағы сайлауға үміткер ретінде ұсынатын мәлімдеген. Толығырақ тілші материалында. Президент сайлауына дайындық енді қыза бастағандай. Бүгін елдегі әртүрлі ұйымдар мен бірлестіктер Тоқаевты кандидат ретінде ұсынуды бастап кетті. Қазақстанның азаматтық альянсының өкілдері бізге қоңырау шалғандар Қасым-Жомарт Кемелұлы президент сайлауына түссін деп талап етуде дейді. Ардагерлер ұйымы бірлестігі мен Қазақстан спортшылар одағы да мемлекет басшысын кандидат ретінде ұсынуға шешім қабылдады. Мәслихат депутаттары мен бір топ ерікті жастар да Тоқаевтың кандидатурасын бір ауыздан мақұлдады. Енді қазіргі кезде жалпы геосаяси жағдай өте күрделі екеніміз бәрімізге белгілі. Қасым-Жомарт Кемелұлының дипломаттық өзінің жаңағында тәжірибесі және де ұсынылып отқан мына реформалар пакеті бүкіл салаларға, жастарға тиісті бүкіл салаларды қамтып отырғаннан кейін біз Қасым-Жомарт Кемелұлы лайықты тұлға деп есептейміз. Ал ауыл партиясы ұсынған Жигули Дайрабаев бүгін орталық сайлау комиссиясына келіп құжаттарын тапсырды. Комиссия қабылдап, үміткер тексерудің келесі кезеңіне өтті. Бала кездегі ең алғашқы бақытты еңбек кітапшасы ғой. Бұл ең үлкен тарих. Сондықтан осын бүгін сіздерге ұсындық қой. Балалық кезін еске алған Жигули Дайрабаевтан журналистер екі баласының істі болып жатқанына қатысты жауап беруін сұрады. Мен енді бұл жерде айтар едім, бұл жерде олар қазір қамап қойды, үйтіп қойды, бүйтіп қойды деген әңгімен бар, бұл сөз. Біреу егін егіп жатыр, біреу сол жағы өзінің тиесілі құлқынайын өсіріп, сауда саттығын жасап, суғарып жатқан жағдайы бар. Ал енді ол құқық қорғау органдарының немесе сот орындарының тірлігіне біздің араласуына қақысымыз жоқ, оны уақыт көрсетеді. Ал Аманат Қазақстан кәсіподағы ұсынған Мейрам Қажыкен орталық сайлау комиссиясына құжаттарын тапсырып қойған. Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның үміткері Нұрлан Әуеспаевтың ОСК-ге құжат тапсырғаны жайлы ақпарат жоқ. Ал ертең Аманат, Ақжол және Қазақстан халық партияларының съезі өтіп, олар өз кандидаттарын ұсынуы мүмкін. Айтпақшы, президент Тоқаев кандидатурасын қолдаған ұйымдардың ұсынысынан бас тартты. Қаламқас Нысанбай, Нұрлан Әлмұхаметов, Айбат, жаңалықтар қызметі.